Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен 87-ші сабақ қорықтар тақырыбын өтеміз. Бүгінгі сабақта мәтіннің мазмұны бойынша сұрақтарға жауап береміз және де ақпаратты берілген үлгі кестеге салуды үйренетін боламыз. Олай болса балалар, сабағымызды бастаймыз. Бірінші тапсырма: оқып, ұқсас жұмыс түрлерін ата. Бұл жерде балалар оқытушы, тәрбиеші, малшы, бақташы, аңшы, балықшы, орманшы, қорықшы сөздері біріктірілді. Яғни осы жұмыс түрлері бір-біріне ұқсас жұмыстар. Қай сөз түсініксіз? Бұл жерде барлығы түсінікті. Саған қай кәсіп немесе мамандық есі ұнайды? Маған мұғалім және де тәрбиеші мамандығы ұнайды. Себебі бұл жерде балалармен жұмыс жасайды, ал маған балалармен жұмыс жасаған өте қатты ұнайды. Екінші тапсырма: түсініп оқы. Кең байтақ жеріміздің табиғаты алуан түрлі. Қазақстанда биік таулар мен жазық далалар бар. Өзен, көлдер мен қалың ормандар кездеседі. Онда түрлі жануарлар мен құстар, жәндіктер мен өсімдіктер тіршілік етеді. Адамдар оларды қорғау үшін қорық ашқан. Жаз кезінде Сарыарқадағы қорғалжың қорығынан қалың құсты көресің. Олар көтеріліп ұшқанда көл беті алаулаған қызыл шұғылаға бөлінеді. Бұл құстар қызыл қаз деп аталатын қоқиқаздар. Ақсу-Жабағылы қорығы еліміздің оңтүстік өңірінде орналасқан. Қорықтың жануарлар және өсімдіктер әлемі өте бай. Наурызым қорығы Қостанай облысында. Ондуадақ, безгелдек және су құстары мекендейді. Еліміздің шығысында Марқакөл қорығы бар. Ол жан-жануарлар мен өсімдіктер дүниесіне аса бай. Жетісу өңіріндегі Алтынемел қорығы еліміздің мақтанышы. Балалар, мәтін ол кім, бұл не кітабынан алынған. Мәтіндегі шұғыла деген сөз қызыл түс деген мағынаны береді. Үшінші тапсырма: мәтін мазмұнын әңгімеле. Балалар, бізде мәтінде Қазақстанның қорықтары туралы айтылған, иә? Қазақстанда қандай қорықтар бар? Соларды өздеріңіз ғаламтор желісінен қарасаңыздар болады. Марқакөл қорығы, Ақсу-Жабағылы қорығы, иә? Тағы да басқа қорықтарды біз білеміз, иә? Және де сол қорықтағы қоқиқаздар туралы айтылған, иә? Мәтінді өздеріңіз жақсылап оқып, мазмұндауға дайындалыңыздар. Төртінші тапсырма: қоқиқаз туралы не білесің? Қоқиқаздар құстардың қырлы төсті құстар тармағының қоқиқаздар тұқымдасына жататын құстар туысы. Дене бітімі ерекше, тұмсығы имек, сирек кездесетін құстар. Бесінші тапсырма: суретке қарап, жануарлардың атын кестеге орналастыр. Қазақстанда мекендейтін жануарлар және де Қазақстанда мекендемейтін жануарлар болып, кестені екі топқа бөлген. Ал Қазақстанда мекендейтін жануарлар оларға түйе, түлкі, аю, арыстан және де қолтырауын жатады, иә? Ал Қазақстанда мекендемейтін жануарлар олар ақ аю, піл, керік, кенгуру және де қар барысы жатады екен. Қорытындыла. Қорық, қорықшы сөздерінің мағынасын қалай түсінесің? Балалар, алтыншы тапсырмадағы бізде қорық сөзі қорғауға алынған табиғи нысан дегенді білдіреді. Ал қорықшы сөзі ол мамандық, иә? Ендеше үй тапсырмасын орындайық. Еліміздегі қорықтар туралы қосымша мәлімет ізде. Балалар, мемлекеттік табиғи қорық табиғат қорғау және ғылыми мекеме мәртебесі бар ерекше қорғалатын табиғи аумақ. Оның қызметінің мақсаты өзінің аумағындағы табиғи процестер мен құбылыстардың табиғи барысын,
өсімдіктер мен жануарлар дүниесі объектілерін, өсімдіктер мен жануарлардың жекелеген түрлері мен қауымдастықтарын, әдеттегі және бірегей экологиялық жүйелерді сақтау мен зерделеу және оларды қалпына келтіру болып табылады. Қазақстандағы қазіргі уақытта 10 қорық ұйымдастырылған. Қазақстандағы қорықтардың барлық ауданы 1.610.973 гектарға тең екен. Олай болса, балалар, біздің бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сабақ сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Егер де сабақ түсінікті болса, лайк басып, сұрақтарыңыз болса, комментарий бөліміне жаза өтіңіздер. Міндетті түрде жауап қайтаратын боламын. Ал егер де каналға тіркелмеген болсаңыз, Зерек бала 2 каналына тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Олай болса, балалар, келесі сабақта аман-есен жолыққанша сау болыңыздар.